Сәлем достар, біздің арнаға қош келдіңіздер. Видеоны көрмей жатып каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз «Менің атым Қожа» фильміндегі Майқанова апайдың өмірі туралы айтатын боламыз. Раиса Мұхамедиярова кеңес заманының қазақ киносындағы ең сұлу, ең тартымды, ең қылықты әйел болатын. Ол Семей қаласының тумасы. Анасы сатушы, ал әкесі почта басқарған деседі. Ол киноға кездейсоқ келеді. Шәкен Айманов сұлу қыздарды іздеп жүріп, Раиса көзіне түскендіктен ол Раисаны киноға шақырады. Дегенмен адамдардың айтуы бойынша Раиса Мұхамедияровна адамдармен ренжісіп қалатын, себебі оның мінезі бір бетке қырсық мінезі болатын. Раиса Мұхамедиярованың кино саласына келгенде актрисалық білімі болмаған. Себебі Раиса педагогикалық университеті тәмамдайды. 1962 жылы 23 жасында атақты жазушы Ғабит Мүсіреповті жолықтырады. Ол Абылайхан көшесіндегі тұрған жазушылар одағы ғимаратында кездеседі. Яғни Раис қыздармен барып су ішпекші болып коридорда іздеп жүрген кезде Ғабит Мүсіреповті көреді. Яғни Ғабит Мүсірепов сол кезде Раиса Мұхамедияроваға ғашық болып қалады. Ол кезде Ғабикең 60 жаста болатын. Ғабит Мүсіреповтің әйелі бала-шағасы болатын. Дегенмен ол Раиса Мұхамедияроваға күндіз-түні хат жазуды тоқтатпайтын. Сенің жаның қандай таза, тіпті кейде сәбидей томпиып өкпелеп қалғанда өте сүйкімдісің. Кінәлі болмасаң да кінәлі жандай мойындай салатын әдетің ше. Мұндай қылық көп адамда кездесе бермейді. Әйтеуір мені кінәлаудан қашанда аулақ тұрушы едің. Жалғыз адам ойшыл болады екен, тезірек оралшы, деп Ғабикең әрдайым Раиса Мұхамедияроваға хат жолдап отыратын. Ата болса да мірдің оғындай өткір сөздермен сұлудың жүрегін жаулайды. Ұлы шығармалар жазу үшін бас кетіп ғашық болатын шабыт пен муза қажет шығар шығармашылық адамға. Жазушы естелігінде Рая туралы жиналысқа кіріп келген бетінде көзім түсті. Кірпігіне кірпігім ілініп қалғандай. Көзімді басқа жаққа аудара алмай қойдым. Жүрегім кеудеме сыймай тулай берді, депті Ғабикең. Ғабит Мүсірепов алғашқы некесінен 4 қызы болатын. Раиса Мұхамедияровамен кездесіп жүргенде Ғабикеңнің алғашқы некедегі әйелі қайтыс болады. 40 өтпей жатып Раисаға үйленеді. Олардың ара қатынасы көп талқыға түседі. Дегенмен Ғабикең мен Раиса Мұхамедиярованың махаббаты бір-біріне шынайы еді. Рая Мүсіреповке 2 қызды туып береді. Алдымен Гауһар туылады, сосын араға 1 жыл салмай Гүлнар дүниеге келеді. Олардың махаббаты туралы ел-жұрт көп айтады, көп талқыға түседі. Соның нәтижесінде Ғабит Мүсірепов бұл жас әйелді, яғни Раиса Мұхамедиярованы өте қатты қызғанатын болады. Содан Раисаны кинодан да, театрдан да жібермей, Раиса Мұхамедиярова актрисалық мансабын тоқтатады. Олар 8 жыл бірге өмір сүреді. Соңында олар ажырасады. Негізгі ажырасу себебі адамдардың сөздері болатын. Кейіннен Ғабикең қартайған шағында 3-ші рет үйленеді. Раиса сұхбаттарында олардың махаббаты көп талқыға түсетінін айтып, налып, мен оған адалмын деп жылап қалады екен. Яғни Раиса Мұхамедиярова Ғабит Мүсіреповті шын сүйген болатын. Оған адал және ол 2-ші рет үйленбейді. Жастығын осы махаббат жолында сарп етті. Сұлу болса да жалғыз қалды, қасында адам болмады. Раиса Мұхамедиярова 81 жасына келгенде Алматыдағы қарапайым пәтерінде өмірден озады. Раиса Мұхамедиярова 2019 жылы қарашаның 5-інде көз жұмады. Оны адамдар ақтық сапарға құрметпен шығарып салады.